комплексті қалай жеңсем болады? Ерсі қылық жасау керек. Мүлде ерсі қылық. Мынау қалыптағы нормально да? Мынау ынжық комплекс. Мынау ерсі қылық. Ерсі дарақы қылық. Жынды адамның нәрсесін жасау керек. Мынаны ынжық адам әдеттегі қылық жасасаң, дұрыс қылық жасасаң, бәрібір қайтадан қайтып келеді мынау. Мүлде бір жынды адамның ісін жасасаң, мынау қайтадан қайтып келген кезде нормально болады. Көшеге шығып аласың, айтасың, күн қандай ынжық болсаң, бір есікті ашып келесің, күн қандай тамаша. Не болды десе? Да просто көңіл күйім жақсы бүгін. Бұл бар ғой нейрон. Адамның басындағы нейрон, да? Адамда 4 бақыт гормоны бар. Негізі бақыт деген не дегенде? Бақыт деген биохимия. Бақыт деген адамның сезінуі. Мида кішкентай сұйық зат бөлінеді. Нейромедиатор. Дофамин деген уәде гормоны, окситоцин құшақтасу гормоны, жақыныңды балаң демен құшақтанда, серотонин құрмет гормоны, эндорфин эйфория гормоны. Осы 4 гормон бөлінсе, көбірек бөлінсе, сен сонша уақыт сезінесің. Ал қасірет гормоны, кортизол мен адреналин. Біреу үрей, біреу қорқыныш гормоны. Сондықтан жаңа эндорфин бөліну керек та, үнемі сендек немене жүреді. Өзіңді өзің жақсы сезінейін десең, мына жігіт отыр ғой жаңа, бұл ерісі ма, бұл неге жасауым керек деген отыр. Бұл ғылым. Сендер ынжықсыңдар екеуің. Ынжықсыңдар, сондықтан сен ешқашан сен немене кәсіпкер шықпайды. Оны комплекс жеңу керек. Жаңағыны қорқынышты жеңу үшін мүлде ерсі қылық жасайсыңдар. Сендер даже нормальный қылық жасай алмайсыңдар. Нормальный қылық адам біреуге келу керек, айту керек. Сен сенімді сөйлесең, сенен алады. Егер есік жасаушы едім, аға, есік аласың ба десең, өзің сенімсіз болып тұрсаң, сен айтады, мынаның өзінің аузынан сөзі, қойынан бөзі шығып тұрса, қай бір дұрыс есік жасайды екен деп. Сондықтан сверхоптимист сенімді болу керек та, сенімді. Ол үшін сен өте сенімді болу керексің, ешкімнен қорықпайтын. Мысалы, әдеттегі адам көбінесе 90% сенімсіз. Кафель жасаймын деп айта алмайды. Дауысында жоқ сенім, өйткені миында жоқ сенім дейді. Сондықтан кім мынандай нәрсені жасайды? Ол адам өзіне сенімді. Бізді осындай чумоғып тастаған, сенімді қылып тастаған, сенімсіз қылып тастаған. Бұл сенімділік адамға ең керемет қасиет. Оны шынықтыру үшін жаңағыдай жаттығулар жасау керек. Қазаққа ең керек нәрсе өзіне деген сенімділік. Өзіне деген сенімділік. Ұялмайды ол ешқашан ұялмайды. Әрине ол нағылы емес, ұялмайды деген сөз арсыз емес, бірақ ынжық емес. Бірақ бізде 80% қазақтардан ынжықтық, 80, мүмкін 90% ынжықтық. Ең құтылатын нәрсеміз осы ынжықтық, өзіне деген сенімділік керек. Оны жасау үшін қайтадан айтамын, мынандай жаттығу жасау керек, мүлде ерсі қылық жасау керек. Мен бір құдашам бар, бәріміз метроға отырып көрмеппін мен енді бір рет. Метроға отырайық, отырғаннан кейін адамдар отыр да, мен бүйтіп отырмын. Есі ауысқан адам кіріп кетіп берді, қасындағы әйелім нормально, құдашам нормально. Мына жындыны еғіп еріп жүр деп ойлады екен деп. Соң айтады, қойсаңшы дейді. Айтады, елдерді күлдірейік деймін, бәрі қарасаң, метроға отырсаң, бәрі біреудің жаназасынан келген адам сияқты. Бүкіл метродағы адамдар жан-жағын қарап жүріңдерші, бәрі бүгін бір жақын жерлеп жаназадан келе жатқан адам сияқты. Бәрі сөйтіп отыр да, онға мен бүйте бастадым. Өмір тамаша, күлу керек, қуанып жүру керек, комплекстен арылу керек. Бұл жаман комплекс. Ынжықтық комплекс. 5-6 рет жаса, тағы сондай қылықтар жаса, содан кейін болды, содан кейін сенде уже ештеңеден ұялмайтын боласың. Керек па, барып сұрайсың. Неме дегенде кафель ма? Әңгіме жоқ, салып берем. 50 үйді салдым. Қандай гарантия бересің? Аға, дұрыс болмаса ақшаңызды нетпей-ақ қойыңыз. Төлемей-ақ қойыңыз, мен қайтарып берем. Болды, ол айтады, ой, бауырым болды. Өзіңе сеніп тұрған адам, ол миға сенім орнату керек. Жақсы ма? Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.